иә? Қане ішін ашып көрейікші. Мынау қандай асық? Үлкен асық екен, иә? Мынау қандай асық? Кішкентай асық екен, иә? Енді қазақтың балалары, ересектер де, кішкентай балалар бізде асық ойнап өскен екен. Бұл біздің ұлттық ойынымыз екен. Егер де асық осылай жататын болса, бұны бүк деп атайды екен. Егер де төңкеріліп түсетін болса, онда шіп деп атайды екен. Осылай жататын болса, онда алшы деп атайды екен. Керісінше былай жатса, тәйке деп атайды екен. Түсіндіңдер ме, иә? Артылған екен. Бүгін біз сендермен балалар хан талапай деген ойын ойнаймыз. Ойнап көріпсіңдер хан талапай деген ойынды? Ойнағанбыз, иә? Ол үшін біз хан сайлап алайық. Міне, мынау бізде хан. Егер де осы ханды кім алатын болса, асық ату ойынын сол бастайды. Жарай ма? Қазір мен сендерге бұл нені асықты ортаға шашамын. Сендер талапай деп таласып, асықты қайтеміз? Бөліп аламыз, жарай ма? Талапай. Ойын басталды, алақай. Бөліп алайық. Бәрі таласыңдар, алыңдар бәрі асықты. Ал енді, асықты бөліп алсақ, балалар бері қараңдар. Асықты бөліп алсақ, онда асықтарды кім ойында? Хан асық кімде? Менде. Сенде, иә, яғни бізде ойынды Бекназар бастайды екен. Ойнап болдық, иә? Енді жеңімпазды анықтаймыз. Жеңімпазды анықтау үшін кімді қанша асық атып алды екен санайық қарайық. Кім қанша асық атып алды? Асылбек санайық. Асылбек 9 асық атып алды. Сен қанша асық атып алды? Санайық. Бекназар қанша асық атып алды? Бекназар 2 асық атып алды. Сен де анау? Арнау неше санайық? Арнау 5 асық атып алды. Әдемі санайық. Санайық. Әдемі 4 асық ұтып алды. Сен, Хадиша? Сен 1 асық ұтып алды. Жақсы. Ондай болса, біз марапаттау рәсімде көшеге ең көп асық ұтып алған, бізде бірінші орын алған кім екен? Асылбек екен. 9 асық ұтып алды. Қолымызды соғайық. Ойымызға бірінші орын деп. Ең көп асық ұтып алған Асылбек екен. Екінші орын алған бізде Арнау екен. 5 асық ұтып алды. Келе орындатайын. Қолымызды соғайық. Арнауға берейік. Үшінші орын Төкбек тағы да 4 асық ұтып алған кімге? Әдеміге. Міне, марапаттадық, иә? Тағы да ойын жақсы ма екен хан талап?